Бейнероликтің тұрақты демеушісі One X компаниясы жоғары коэффициенттер, жедел төлемдер және оперативті қызмет көрсету сервисі тек сол жерде. Төмендегі сілтемемен өтіп арнамыздың промокодын қолдансаңыздар, сіздерді ақшалай бонустар күтеді. One X сілтемесі төменде. Командалар Чемпиондар лигасының жеребе тарту рәсімін көрген кезде Барселона ПСЖ-ға қарсы. ПСЖ? Лионель, уайымдама. Мен уайымдап тұрған жоқпын. Мен ПСЖ-ға ойнайтын болдым. Басшылық сендерді ақпанға дейін жұмыстан босатпайды деген үміттемін. Сол кезде Барсада мүмкіндік қалмайды. Немене? Мен Барселонаға олар қандай жұлдызды жоғалтқандарын дәлелдегім келген, ал олар болса менің аяғымды кесіп тастады. Қолдауыңа рахмет, досым. Мен сен үшін жылап тұрған жоқпын. Мен Ювентуске қарсы ойнағым келген қарғыс атқыр УЕФА. Онда сөздерімді қайтып алам. Білесің бе, менде керемет идея бар. Мен толық айыққанымша сен әр ойында біреулер саған нәсілшілдік танытты деп шағымданып ойындарды кейінге қалдыртқызуың тиіс. Бұны керемет идея деп айту қиын екен. Сен маған мүлде көмектескің келмейді. Атлетико Мадрид Челсиге қарсы. Кай, біз Атлетикоға қарсы ойнайтын болдық, және сен ерекше рөлді ойнап шығуын тиіс. Қандай рөлді? Жарақат алған адамның рөлін. Иә, енді бізде басымдылық бар. Алақай, біз мен жетістікке жеткен клубқа барамыз. Керемет. Алақай, біз мен тамақтанған жерге барамыз. Керемет. Иә, егер біз жауапты ойында ұтылмасақ, сендерді алмастырмауға уәде беремін. Алақай, мен Жоу Фелиштігін алмастыратын боламын. Немене? Мюнхен Гладбах Манчестер Ситиге қарсы. Боруссия Мюнхен Гладбах бұл тарихтағы ең оңай жеребе болды. Өткен жылға қарағанда, және арғы жылға, және одан арғы жылға да. УЕФА, мен сені жақсы көремін. Немене? Кешірім өтінем, Шейх Мансур, жай ғана сандырағым ғой. Жай ғана ұтылмауға әрекет етші, өткен жылдағыдай болмасын, және арғы жылдағыдай, және одан арғы жылдағыдай болмасын. Бәрін ұқтым, Шейх Мансур. Және де Боруссия Мюнхен Гладбахтың қарсыласы Манчестер Сити. Алақай! Лацио Мюнхендік Баварияға қарсы. Және де Лационың қарсыласы Бавария Мюнхен. Қабакеңнің. Алтын бутсанан ләззат алатыр, ол тек әзірге сенікі Чиро. Аталанта Мадридтік Реалға қарсы. Жоқ, тек қана Винисиус емес. Оларды енді қалай ұтамыз? Мен бұтыма жіберген сияқтымын. Не де болса біздің түріміз сияқтыларға жетқана қағазы керек емес. Эден, Аталантаға қарсы ойынға дейін өз бабыңа оралатыныңа сенімің бар ма? Мен ойынға дайын болам, бірақ өз бабыма сенімді емеспін. Эден, мәне сіздің тапсырысыңыз 5-тің шайына арналған тағамдар. Құдай-ау, сүйікті тағамдарым келді. Севилья Дортмундтық Боруссияға қарсы. Еуропа лигасы өткен шақта қалды, бірақ мен оны ешқашан ұмытпаймын. Люсиен Фавр өткен шақта. Ол кетті, енді барлығы оны тез ұмытады. Мүмкін бізде енді барлығы жақсы болар. Джейдон, сенің таксиің келді. Барлығы мүмкін. Кездескенше, досым. Порту Ювентуске қарсы. Ювентус, өте керемет, өз бабыма ораламын деген үміттемін. Мені барлығы нашар ойыншы санаған кездер әлі де есімде. Және де Портудың қарсысы Пьемонте, Пьемонте Кальчо, сауатсыз ақмақ немен. Мен отаным Португалияға ораламын. Португалдықтарға мен зейнетке кеткен соң елді Роналду Галия деп неліктен өзгерту керектігін естеріне салу керек сияқты шамасы. Лейпциг Ливерпульге қарсы. Ливерпуль керемет мүмкіндік. Ширек финалға өтудің ба? Жоқ, бұл менің Армани ұсынған жаңа костюмді киетін керемет мүмкіндік. Джулиан, сен нағыз келбетті жігітсің. Джеймс, біз кімге қарсы ойнайтын болдық? Red Bull Leipzig басеке. Атлетико болмағаны жақсы болды. Жақын арада барлығымен көрсетін боламын. Бұны барлығы да қалады. Лейпциг Ливерпульге қарсы, Нагельсман Клопқа қарсы, Германия Англияға қарсы, Red Bull Рибенға қарсы. Қайна питік жеңіске жетеді. Мә саған Red Bull, мәне осылай, мә саған Рибен. Дәргер, ода шизофрения тағы басталған сияқты.
Бейнероликке лайк басып, арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Комментарийге 1-8 финалға қатысты болжамдарыңызды жазып, пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Инстаграм желісіндегі парақшамызға тіркеліп, бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.